Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте қарапайым үйдегі бар заттардан жасалатын, бір ғана жұмыртқа мен бір ғана сгущенкадан жасалатын өте қарапайым торттың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Бұл тортты біз табада пісіреміз. Міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді торттың қоржықтарын жасаймыз. Ең бірінші бір ғана жұмыртқамызды таза құрғақ ыдысымызға салып, үстіне осындай бір банка сгущенкамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ешқандай сүт те, айран да қосылмайды. Екеуін жақсылап араластырып, бір шетке қойып қоямыз. Ұнымызды алдын ала илектен өткізіп аламыз да, үстіне бір шай қасық болатындай қопсытқышымызды салып, ұнмен екеуін бірге, сол құрғақ қоспаны бірге араластырып алатын боламыз. Ендігі кезекте ұнымызды сұйық қоспамыздың үстіне жақсылап салатын боламыз. Барлығын бірден салып жүрмейсіздер, осылай жартысын салып, ең алғашында қасықтың көмегімен араластырамыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей қасықпен араластыра отыра жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ең біріншісінде қасықпен араластыруыңыз қажет, себебі сгущенкамыз бізде жабысқақ болғаннан кейін қолымызға қатты жабысып қалуы мүмкін. Дәл осы видеоның астына описание бөлімінде толық рецептін қалдырамын, сол жерден қарасаңыздар болады. Сол описаниеде жазылған ұннан артық ұн қоспайсыздар. Кішкене қалған соңғы ұнымызды үстеліміздің үстіне қойып, және қамырымызды түсіріп, жақсылап тағы да иін қандырамыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыз, қамырыңыз өте жұмсақ, және тортыңыз өзіңіз қалағандай шығады. Мінекей біздің қамырымыз осындай, қолымызға жабыспайтындай, өте әдемі болып шығу қажет. Қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Менде 6 бөлікке бөлдім. Сіздің бұл табаңызға байланысты. Менде 26 сантиметрлік таба. Әр бөліктен дөңгелек жасап аламыз. Және де бір дөңгелегімізді алып, ұнымызды екі жағына аунатып сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Әрбір жайған сайын осылай кішкене де ұн сеууді ұмытпаңыздар, өйткені біздің қамырымыз өте жұмсақ. Қамырымыздың қалыңдығы шамамен 3 мм-дей болу қажет. Өте қатты жұқа қылып жаюдың қажеті жоқ, себебі біздің қамырымыз жыртылып кетуі мүмкін. Ендігі кезекте қамырымызды дөңгелек формасында кесіп аламыз. Мен осыны тарелканың көмегімен пышақпен айналдырып жиегін кесіп алдым. Міндетті түрде жиегінде қалған қамырды тастамаңыздар, қайтадан қолыңызбен қысып, тағы да 2 күлше жасайсыздар. Мінекей бізде осындай қамыр шығуы қажет. Осындай дөп-дөңгелек формада кесіп аламыз. Барлығын тура осылай жасап шығамыз. Құрғақ табамызға осылай қамырларымызды пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде табаның асты өте жай отта пісуі қажет. Міндетті түрде және де қақпағын жауып пісіреміз. Шамамен 2 минуттай піседі, өте тез піседі. Және де бетінде осындай көпшіктер пайда болғанда екінші жағын аударамыз. Екінші жағын аударғаннан кейін тағы да қақпағын жауып 1 минуттай күтеміз. Осымен біздің қоржығымыз дайын болды. Дәл осылай бетінде көпшіктер пайда болғанда екінші жағын аударамыз. Барлығын пісіріп аламыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Салқын сливкеміздің үстіне қант ұнтағын ситадан өткізіп салып аламыз. Және де миксеріміздің көмегімен өте жай жылдамдықтан бастап әрбір минут сайын жылдамдықты көтере отыра қоюланғанша миксерлеп аламыз. Дәл осы тортымызға ешқандай да сливкиді қолданудың міндетті емес. Егер де сізде сливки болмаса, оның орнына қаймақты крем немесе шоколадты крем немесе өзіңіз қалаған кремді қолдана беруіңізге болады. Тек қана бұл тортқа қайнатпалы, яғни заварной крем бармайды. Мінекей мен барлық қоржықтарымды әдемі қылып пісіріп алдым. Менде 6 қоржық шықты. Барлығын жақсылап суытамыз. Міндетті түрде қоржықтарымыздың барлығы суығаннан кейін тортымызды жинайтын боламыз. Мен үшін қасықпен жағу ыңғайлы болған соң, осылай қасықпен араларына кремдерін жағып, бір-бірдей қылып қоржықтарын саламыз. Дәл осы видеодағыдай қатар-қатар барлығын жинап шығамыз. Мінекей мен ең соңғы қоржығымды салып, бетіне қалған кремді жағатын боламын. Міндетті түрде жиегіне жағуды да ұмытпаңыздар. Лопатканың көмегімен барынша тегістеп, салқын жерге 2 сағатқа қалдырамыз. 2 сағатымыз өткеннен кейін тортымызды алып, өзіңіз қалағандай әсемдесеңіз болады. Мен осылай жеміс-жидекпен және шоколадпен әсемдеп шықтым. Тортымыз өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осымен біздің табада пісірілген тортымыз дайын болды. Құрметті менің көрерменім, маған әлі тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта неше түрлі көптеген өте оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Гүлсая ас болсын.